Республикасындағы техникалық реттеу жүйесіне өзгерістер енгізілді. Жаңа талаптар осы жылдың қыркүйек айынан бастап іске асырылады. Бүгін өңірлік штаб отырысында осы мәселе талқыланды. Онда облыстағы кәсіпорын басшыларына Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық талаптары түсіндірілді. Сонымен қатар балық және балық өнімдерінің сапасы сөз болды. Мәселен, Рыпром өндірістік өңдеу кәсіпорынның мамандары балықты мұздату тәсілі дұрыс емес деп шағым айтты. Мәселен, балықты мұздату үшін 5% уыз қосылады екен. Ал халықаралық стандарт бойынша балықты тасымалдау, сақтау үшін 10%-ға дейін жеткізу қажет. Мұнымен қоса жиында бағалы металл мен асыл тастан жасалған зергерлік бұйымдарды тасымалдау ережелері де айтылды. Айта кетейік, бағалы металлдар мен әшекейлерді елімізде құжатсыз алып жүруге тыйым салынған. Сонымен қатар Қазақстан аумағында сатылатын әр зергерлік бұйымда сынамалық таңба, яғни барыстың басы бейнеленген бедер болуы тиіс. Техникалық регламент Еуразиялық одағын шыққан мұны сол бойынша өздерінің бір проблемасымен шықты. Ол проблемасын біз қабылдап, әрине оны біз қарастырамыз. 1 қыркүйектен бастап сол бойынша балық өнімдері сол техникалық регламенттің талаптарына бойынша уже